кішкене арзандатсаң болмайды ма, қандай экономия, 11 мың теңгеге сатып аласың, ешқандай экономия болмайды ғой ол жерден дейді. Ол жігіт түсінбей тұрғанын айтып отыр. Қараңыздар, мен новый пачканы қазір ашамын. Бұның ішінде 5 тал таблетка болады. Міне көздеріңізше асып жатырмын. Өзім қолданам бұны, өзімнің қолдануыма бітіпті, соны специально сразу көрсетейін деп жатырмын заодно сіздерге. Міне көрдіңіздер ме? Міне ішінен 5 тал таблетка шықты. Енді мынау бір тал таблетканы екіге бөлесіздер. Міне өзінің сызығы бар, осы сызықтан ұстап тұрып, міне былайынан бөлінеді. Мынау бөлінді. Мынау жартысы 50 литр бензинге кетеді. Мынау жартысы тағы да 50 литрге кетеді. Мынау бір таблеткасы 100 литрге кетеді. Қараңыздар. 100 литр, 200 литр, 300 литр, 400 литр, 500 литр жанармайға кетті. Просто сіздің багыңыз егерде 50 литр бензин сиятын болса, мына жартысын ғана саласыз. Егерде сіздің багыңызға 25 литр құятын болсаңыз, мынаны битіп ортасынан мынаны да бөлесіз. Көрдіңіз ба? Мынау 25 литрге салынады. 25 литрге. Осылайынан өздеріңіз есептеп салсаңыздар болады. Енді мен сіздерге просто қымбат бензиннен арзан бензинге өткен кездегі экономияны айтып берейінші. Қараңыздаршы. Мынаны қараңыздар. Сіздер 95 құйып жүрсеңіздер, 95-ші бензин тұрады дейік 310 теңге РП заправкада. 92-ші бензин 240 теңге тұрады. Енді сіздер 310 теңгеден құйып жүрген бензинді енді 240 теңгеден құятын болсаңыз, 50 литр құйдыңыз дейік. 50 литр құйғанда сіз қанша теңге экономдайсыз? 3500 теңге. Тек қана қымбат бензиннен арзан бензинге көшкеніңіз үшін. Егерде сіз бұрын таблеткасыз 92 құйған кезіңізде чегіңіз жанып, машинаңыз тартпай жататын болса, мына таблетканы қосқан кезде сіздің машинаңыздың чегі де жанбайтын болады, бензиніңіздің качествосы тура мына 95 сияқты, динамикасы да тура 95 сияқты жүретін болады. Выхлопной трубаларыңызда наоборот сіздерде сажа шықпайтын болады, иіс шықпайтын болады. Даже сізде катализатор жоқ болатын болса да, мынау Биэко Fuel Tabs'ты қолданатын болсаңыздар, бұл катализатор горения топлива Америкада Pro One деген компания жасап шығарған. Осы бір пачкасы, мысалға мен 11 мың теңгеге сатып жатырсам, достар, егер 11 мың теңгені қымбат дейтін болсаңыздар, осының 10 пачкасын компаниядан тікелей алам десеңіздер, 70 мың теңгеге 10 пачкасын аласыздар. 70 мың теңгеге, сонда сіздерге мына бір пачкасы 7 мың теңгеге айланатын болады. 7 мың теңге бір пачкасын алам десеңіздер, тікелей компаниядан 10 пачкасын алуларыңыз керексіздер. Міне достар, мен сіздерге әти осыны сызып тұрып көрсетіп жатырмын. Әйтпесе кейбір кісілер түсінбегендіктен айтып жатыр да, қалай сонда ол 11 мың теңге қымбат емес па деп айтып жатыр. Жоқ достар, бұл еще бұның ішінде медленная раскоксовка бар. Даже сіздердің кольцаларыңызда, канавкаларыңызда қатпаған нагар болатын болса, клапандарыңызда нагар болатын болса, соның бәрін ерітіп кетіре алады. Өте бір керемет таблетка.